Сәлеметсіздер ме? Бүгін мені табиғаттың құпия сырлары деген тақырыпқа да келіп жеттік. Бұдан кейінгі видеоларды көру үшін каналға жазылуды, видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Және маған осы сабақтардың төменгі жағында комментарийге рахмет деп жазып жатасыздар. Мен оған өте қатты қуаныштымын. Сіздерге де рахмет. Менің сіздерден сұрайтыным, видеоны өткізбей толық көруге тырысыңыздар. Маған айтқан рахметтеріңіз сол болсын. Бір пайдам тисін сіздерге. Ең бірінші тапсырмада әдеттегідей мәтін берілген. Бұл мәтін қазақтардың ауа райына байланысты пайдаланатын амал деген ұғымына байланысты. Негізі қазақ халқы өте ежелден ақ аспан әлемнің құпиясын жақсы білген. Аспан денелерінің қозғалысына, яғни жұлдыздардың қозғалысына, айдың қалай туғанына қарап ақ ауа райының қандай болатынын болжай білген. Солай болжам жасайтын адамдарды жұлдызшылар немесе есепшілер деп атаған. Ал енді амал дегеніміз, мысалы, кез келген жыл мезгілінде тұрақты түрде қайталанып тұратын ауа райының бір ерекше құбылыстары болады. Сол амалдарды, мысалы, сәуір айында бәріміз білеміз, жетіқонақ деп айтып жатады, бір 7 күн қатты суық болады, сол сияқты құбылыстар бар ғой. Соларды қазақтар әрқайсысын жеке-жеке амал деп атап, олардың бәріне жеке-жеке атау берген. Сондай амалдарды іштей 6-ы көктемде, 6-ы жазда, 6-ы күзде, енді 6-ы қыс маусымында болады деп есептеген. Сондай қыс маусымына тән амалдардың бірі ол тоқырау деп аталады. Ол қаңтардың 20-сынан 25-не дейін жалғасады екен. Басқаша оны қара суық деп те айтады. Ол кезде қатты аяз болады, бет қаратпайды ол аяз, үскірік жалап тұрады. Ағаш бұтақтарына сүңгі тұрады, қар кеш батқанша қылаулайды екен. Соған байланысты бұл амалдың тағы бір атауы бар дейді, оны қылау деп атайды екен. Есепшілер сол амал келгеннен бастап күн жайлап ұзара бастайды деп есептейді екен. Көктемнің 3-ші айында, яғни мамырдың алғашқы 10 күнінде 1-2 күнге созылған суық болады. Бұл дала құстарының балапан шығаратын кезі. Сол себепті де осы мезгілді халық қызыл жұмыртқа деп атап кеткен. Маусым айы келген кезде аспандағы үркер деген жұлдыз бар ғой, сол мүлдем көрінбей кетеді. Сөйтіп 40 күн шілде басталады. Халқымызда үркер жерге түспей, жер қызбайды деген сөз бар. Яғни осы үркер көрінбей кеткен сәтті үркердің жерге түсуі деп айтады екен. Сол күннен бастап күн қатты ыстық бола түседі деп есептейді. Енді осы бірінші тапсырманың астында сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Есепші деген кім және ол немен айналысқан? Ауа райына түрлі болжам жасайтын адамды есепші деп атаған. Ол айдың тууы, тоғысуы немесе жұлдыздардың орналасуына қарап ауа райын болжаған. Амал деген не және оған қандай белгілер тән? Амал жыл мезгілдерінде тұрақты түрде қайталанып тұратын күн райының ерекше құбылыстары. Қылау амалы қашан болады және оның белгілері қандай? Қылау амалы қаңтардың 20-сынан 25-не дейінгі аралықта болады. Бұл мезгілде аяз бет қаратпай үскірік жалап тұрады. Ағаш бұтақтарына сүңгі тұрып, қар кеш батқанша қылаулайды. Екінші сөйлем бас әріппен жазылу керек, кетіп қалыпты. Қызыл жұмыртқа деген тіркес қалай пайда болған дейді. Мамырдың 1-нен 10-на дейін дала құстары балапан шығарады. Сондықтан сол кезден қызыл жұмыртқа деп аталып кеткен. Үркер жұлдызы қай маусымда жерге түседі және ол кезде табиғатта қандай өзгеріс болады? Үркер жұлдызы маусым айы басталған кезде жерге түседі. Осы кезде қатты ыстық болады.
Бірінші тапсырманың әсінде ерекшеленіп берілген сөздердің синонимдерін екінші бағаннан табу керек. Қазақ халқы аспан әлемінің құпиясын жақсы білген. Құпиясын деген сөз жұмбағын деген мағынада қолданылады. Жалпы амалдардың саны 24. Амал дегенді құбылыстар деген сөзбен ауыстыруға болады. Тоқырау 5 күнге жалғасатын қатты аязымен ерекшеленеді. Жалғасатын деген сөзді созылатын деген сөзбен ауыстыра аламыз. Кеш батқанша қар қылаулайды. Қар қылаулайды деген сөздің мағынасы шұқалаң қар ұшқындайды деген мағынаны білдіреді. Халқымызда үркер жерге түспей, жер қызбайды деген сөз бар. Қызбайды деген сөз жылынбайды деген мағынада қолданылады. Енді бүгінгі грамматикалық тақырып бұл сапалық және қатыстық сын есімдер. Өткен сабақта біз дара және күрделі сын есімдер туралы айтып едік. Сын есім дегеніміз заттың сынын, түр-түсін, сипатын, сапасын білдіретін сөз табы деп айтқан едік. Енді сын есімнің тағы екі түрі бар екен. Сапалық сын есім және қатыстық сын есім. Басқаша сөзбен айтқанда, сапалық сын есім дегеніміз негізгі сын есім, қатыстық сын есім дегеніміз туынды сын есім. Еске түсіріп көрейік, зат есімде де осындай екі түрге бөлінген болатын. Негізгі сын есім деп ол кезде біз ешқандай жұрнақ жалғанбаған, өзі түбір қалпында тұрған кезде заттық ұғымды білдіретін сөздерді айтқан едік. Сапалық сын есімде тура сондай. Негізгі түбір сын есімнің өзінен болып, мағынасы жағынан заттың әр алуан сыр сипатын анықтайтын сөздер. Демек, заттың түрін, түсін, сипатын білдіреді, және ол тек қана сын есімнен жасалады. Ал қатыстық сын есім немесе туынды сын есім ол міндетті түрде жұрнақ арқылы жасалады. Яғни түбір сөзге жұрнақ жалғаған кезде бізде сын есім пайда болса, онда біз оны қатыстық сын есім деп айтамыз. Ол да заттың белгісін, сыр сипатын басқа бір заттың немесе іс амалдың қатысы арқылы білдіретін сөздер. Мысалға, сулы, ол нәрсенің сипатын біз судың қатысы арқылы білдіріп отырмыз. Тәртіп деген зат есім, оған ті деген жұрнақты жалғаған кезде бізде тәртіпті деген қандай деген сұраққа жауап береді, туынды немесе қатыстық сын есім пайда болды. Тұзсыз, тұз деген сөзге не деген сұрақ қойылады, зат есім, сыз деген жұрнақ жалғаған кезде бізде қатыстық сын есім, яғни туынды сын есім пайда болды. Ал сапалық сын есімге мысал ретінде жақсы, үлкен, тәтті, жеңіл деген сөздерді алсақ болады. Қарап тұрсақ, ешқандай жұрнақ жалғанбаған, қандай деген сұраққа жауап береді? Түбір сын есімдер, түбір сөздер. Бірінші тапсырманың басында осы мәтіннен дара сын есімдер мен күрделі сын есімдерді тіркескен сөздерімен бірге теріп жазу берілген. Дара сын есімдерге түрлі болжам, тән амал, басқаша аты, алғашқы 10 күні, дала құстары, қызыл жұмыртқа деген тіркестерді жаздым. Күрделі сын есімге 1-2 күнге созылған суық деген тіркесті жаздым. Ары қарай өздеріңіз іздеп тауып көріңіздер. Бірінші тапсырманың басында осы табылған сын есімдерді сапалық және қатыстық сын есімдерге жіктеу керек. Сапалық сын есімдерге түрлі болжам, тән амал, қызыл жұмыртқа деген сын есімдерді жатқыздым. Қатыстық сын есімдерге дала құстары, алғашқы 10 күні, 1-2 күнге созылған суық дедім. Ары қарай өздеріңіз іздестіріп көріңіздер. Екінші тапсырмада қатыстық сын есімдерді теріп жазыңдар дейді. Қатыстық сын есімдер, яғни қатыстық сын есім болу үшін сөзге жұрнақ жалғану керек. Күшті, еріншек, ақылды, түпсіз, арсыз, қысқы, арғымақтай, тұзсыз, пайдасыз, шоқпардай деген сөздерді белгілеп қойдым. Сіздер тағы да өздеріңіз қарастырып көріңіздер. Мүмкін мен қалдырып кеткенім бар шығар. Күш деген түбір зат есімге не деген сұрақ қойылады. Т деген жұрнақты жалғаған кезде бізде сын есім пайда болды, яғни қатыстық сын есім деп атаймыз. Еріншек, түбірі ерін, еріну деген мағынада етістік болып тұр. Оған шек деген жұрнақты жалғаған кезде бізде қатыстық сын есім қандай деген сұраққа жауап беретін сын есім пайда болды. Осылайша қалғанның барлығын айтып шығуға болады.
Үшінші тапсырмада берілген сөйлемдерді мәтін мазмұнына сәйкес аяқтаңдар дейді. Бұл жерде тыңдалым мәтіні айға байланысты берілген мәтін. Айда атмосфера жоқ, сондықтан көк жүзі үнемі қараңғы болып көрінеді. Айдың бетінде шұңқыр көп, ол шұңқырлар метеориттердің соқтығысуынан пайда болған. Айдың түнде жарық болып көріну себебі күн сәулесі ай бетіне шағылысады. Ай тұтылу дегеніміз, ай жерді айналған кезде күн мен айдың арасына кіріп, күн сәулесінің айдың бетіне түсуіне кедергі келтіруінен айдың аз ғана уақытқа көрінбей қалуы. Төртінші тапсырмада мәтін берілген. Ол да айға байланысты, соның ішінен сапалық және қатыстық сын есімдерді табу керек. Сапалық сын есімдерге ұшы сүйір және оларды да тіркескен сөздермен бірге теріп жаздым. Ұшы сүйір, өңі ашық, бұлыңғыр ай, ашық ай. Қатыстық сын есімге жауын шашынды ай, желді ай, сәулесі қызғылт, борасынды ай, шуақты болатынын деген тіркестерді теріп жаздым. Бесінші тапсырмада сапалық сын есімдер қатарын толықтырыңдар дейді. Заттың түр түсін білдіретін сын есімдерге ақ, сары, жасыл, көк сияқты көптеген сын есімдерді теріп жаза беруге болады. Заттың көлемін, салмағын білдіретін сын есімдерге ауыр, жеңіл, үлкен, кішкентай сияқты сын есімдерді жазуға болады. Заттың сапалық белгісін білдіретін сын есімдерге әдемі, көркем, әсем, ұсқынсыз, сұрықсыз деген сияқты да сын есімдерді көрсетуге болады. Алтыншы тапсырмада жұмбақтар берілген. Жұмбақтардың шешімін табу керек және ондағы сын есімдерді тауып көшіріп жазу керек. Ақ қойым тұрып кетті, қара қойым жатып қалды. Қар мен жер, оның жауабы. Ақ және қара деген сын есімдер бар. Екі тері, екеуі де кең тері. Аспан мен жер, кең деген сын есім бар. Үлкен-үлкен түйені тастапты адам шөгеріп, өркеші бұлтқа тиеді, бауыры жатыр көгеріп. Жауабы тау. Сын есім ол үлкен-үлкен деген сын есім. Осымен сабақ аяқталды. Бұдан кейінгі видеоларды көру үшін видеоға лайк басуды, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сау болыңыздар.